Қазақтелеком акционерлік қоғамы өзінің жеке корпоративті блогын құрды. Ол арқылы тұтынушылар компанияның топ менеджерлерінен бастап, қарапайым қызметкерлерімен де еркін пікір алмасатын болады. Бұл туралы компанияның басқарма мүшелері арнайы баспасөз мәслихатында баяндады. Сонымен қатар олар биылғы жарты жылдық қорытындысын да жария етті. Қазақтелекомның биылғы алғашқы 6 айдағы таза табысы 20 миллиард 600 миллион теңгені құрады. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 2 есе артық. Осылайша ұлттық байланыс операторы өзінің бұқар алдындағы қызметін күшейтуді үздіксіз жалғастырып келеді дейді компания басшылары. Біз өз клиенттерімізбен жұмыс істеуді барынша жақсартып келеміз. Өйткені абоненттермен тығыз байланыста болуымыз мол табысқа бастайды. Дәл қазіргі кезде Қазақтелекомның қызметін тұтынатындардың саны 3,5 миллионнан асты. Ал жаңа ашылған корпоративтік блок еліміздегі алғашқы блокинг. Бұл ғаламтор саласы дамыған тұста туындап отырған қажеттілік. Онда абоненттер компанияның басшыларынан бастап топ менеджерлері мен қарапайым қызметкерлеріне дейін тікелей байланысқа шығып, көкейдегі сауалға нақты жауап алады. Қазақтелеком басшылығының айтуынша, ұжымдық блог арқылы сонымен қатар онлайн конференцияларын өткізуге болады. Біздің корпоративтік блоктың ерекшелігі, онда компанияның топ менеджменті ғана емес, қатардағы қызметкерлері де бар. Корпоративтік блогинг жалпы айтқанда Қазақстан үшін жаңа құбылыс. Біздің блогтың керуендері кез келген жаңа істе болатын аздаған кемшінге түсіне қарайды деп сенеміз. Сондай-ақ тағы бір айта кетер, компания баға саясатында да тұрақтылық танытып, телекоммуникация нарығында тарифтік құнды едәуір төмендеткен. Нақты айтқанда, отандық тұтынушылар үшін шетел және тмд-мен сөйлесу 80%-ға арзандаған. Ынтымақ Сағанбек, Кенже Амраев, Хабар, Алматыдан.